She makes me mad. ¿Cómo se llama? Құрметті YouTube көрермендері, мен сіздерге кереметтей бір арнаны алдыңғы видеода мынандай ұсынып кеткен болатынмын. Ол видео жайында жарнама міндетті түрде келесі видеода шығатын болады дегенмін. Құрметті достар, егер де бұл жайлы білмейтін болсаңыздар, алдыңғы видеоны қараңыздар, мен соңында айтып кеткен болатынмын. Ол каналдың сілтемесі де дәл сол видеоның описаниясында. Ал егер де описанияны таппай, ссылкасын таппай жатсаңыздар, мен міндетті түрде осы жақтан көрсететін боламын. Егер осы дамуына үлес қосамын десеңіздер, осы Казак YouTube Gamers деген осы каналға тіркеліңіздер. Әзірге ешқандай видеолар шығып жатқан жоқ. Бұл каналдың директоры мен. Осы каналда менің достарым бар. Өзіміз 5-6 адамбыз. Солармен бірігіп видеоларды түсіреміз. Сол видео ойындар яғни түсіреміз. Енді каналдың ашылғанына бізде тіптен 30 мамыр күні ашылған. Құрметті достар, осы каналдың дамытуында зор үлестеріңізді қосыңыздар. Мен осы каналда да міндетті түрде видеоларымды салып отырамын, сондықтан да жіберіп алмаңыздар. Осы каналда да каналдың ссылкасын міндетті түрде тағы да описание қалдыратын боламын. Міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарийларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Осы каналда әлі көптеген видеолардың шығатынына біздер дайындалып жатырмыз. Армысыздар, құрметті YouTube көрермендері. 5 маусым күні, яғни кеше ғана бізде осы ойынымызда, атыс ойынымызда үлкен обновленка болыпты, яғни жаңартылыпты. Сондықтан да қазірде мультиплеерға кіру үшін, яғни онлайн ойнау үшін бізге 6 уровеньге жету керек. Бастапқыда 10 уровеньге жету керек болатын. Қазірде солардың барлығы жөнделді. Ал егер деп осыны обновленкасын жазамыз десеңдер, оны не өзгерді, оның барлығын сендер анау Play Market'тегі описаниясынан оқып, бірақ ағылшынша бол. Соны қазақшаға переводпен аударып алсаңдар болады. Копировать етіп. Құрметті достар, бұл ойын бізде енді 6 уровеньге жеткен кезінде түсіремін. Анау күні айтқан едім, алдыңғы видеода 10 уровень болған кезде мультиплеер кезінде түсірем деген. Енді 6 уровеньге жетіп мультиплеер ойнауға тырысамын. Құрметті достар, сау сәлеметте болыңыздар. Осыны айту үшін бір кішкене ғана минуттық видео түсіріп отырмын. Сау болыңыздар.